Мектеп алды даярлық сыныбы, қазақ тілі пәні. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бұл кім? Дәптерлеріңнің 8-ші бетін ашыңдар. Тема нашего урока называется «Кто это?». Оқыту мақсаттары: сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Лексикалық тақырыптар бойынша сөйлеу барысында жаңа сөздерді қолдану. Различать звуки в слове и правильно их произносить. Использовать новые слова при разговоре на лексические темы. Күтілетін нәтиже: дыбыстарды ажыратады, дыбыстарды дыбыстайды, жаңа сөздерді қолданады. Умеет различать звуки, правильно произносит звуки, использует новые слова. Бірінші тапсырма: тыңда, қайтала. Үшінші сабақ. Бұл кім? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Бұл кім? Бұл ата. Екінші тапсырма: тыңда, қайтала. Сұраққа жауап бер. Слушай, повтори. Ответь на вопрос. Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл әже. Бұл кім? Бұл бала. Үшінші тапсырма: суретке қара. Қыз қалай амандасады? Посмотри на картинку. Как поздоровается девочка? Девочка поздоровается: сәлеметсіз бе? Төртінші тапсырма: тыңда, қайтала. Слушай, повтори. Сәлем. Сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Анар. Сенің атың кім? Менің атым Арай. Ана, бұл кім? Бұл ата. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.